Баланы қырқынан шығару дәстүрі. Қазақ салтында нәрестені қырқынан шығару кезінде оның тырнағы мен шашын алады. Бұл ғұрыпты көбіне әділдігімен аты шыққан көркем мінез құлықты кісіге жасатады. Мұсылмандар ібілістің адам тәнінде дәрет сындыратын жері тырнақ асты деп сенеді. Адамның тырнағы алынбай асты кірге толса, ібіліс сондай лас жерді аңдып жүреді екен. Қазақта ұсақ-түйек өсек сөздерді жинап теріп жүретін адамдарды тырнақ астынан кір іздейді деп сипаттау осыдан қалыпты. Адам өліп, мәйіті көрге қойылған соң, қабір азабы оның тырнағының астынан басталады. Сондықтан мұсылман жұрты тырнақты өсірмей уақытылы алып отыруға үлкен мән берген. Тырнақты таза ұстау имандылықтың белгісі ретінде саналады. Бөпенің шашын алатын себебі ібіліс бей-берекет шашылып жатқан шаш қылынан тон тоқып киеді екен. Мұсылмандық бір аңызда Әзіреті Әли ібілісті ұстап алады. Ібіліс үстіне жылы тон киіп алыпты. Әзіреті Әли: «Ей малғұн, үстіңдегі тонды қайдан алдың?» дейді. Ібіліс: «Адамдар шаштарын алдырған соң далаға тастай салады. Мен соларды жинап теріп, өзіме тон тоқып киемін. Ондай адамдарға менің үстемдік етуім оңай болады. Олар хақтың жолында әлсіз келеді» депті. Осыған орай қазақ арасында нәрестенің бірінші алынған шашын сақтап қойып, өскесін өзіне тұмар етіп тағатын ғұрып шыққан. Сенім бойынша ібіліс ол балаға әсер ете алмай, діңкесі құриды екен. Қазақ арасында шашты далаға бей-берекет тастамау керек деген түсінік кең тараған. Әйел адамдардың да тарақтан түскен шаштарын жинап, жерге көміп, не болмаса өртейтіні осыдан шықса керек. Шашы өскеннің елі кәпір, тырнағы өскеннің өзі кәпір деген тәмсіл сөз осыған орай айтылыпты.